Қайырлы күн, қадірменді оқырман. Бүгін біз Қазақстан актері, театр режиссері Сәкен Сейфуллин атындағы Қарағанды облыстық қазақ драма театрының әртісі, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі, мемлекеттік сыйлықтың иегері, мәдениет қайраткері төсбелгісінің иегері Кеңес Нарымбайұлы Жұмабек ағамен сұхбат жүргіземіз. Аға, уақытыңызды бөліп, сұхбат беруге келіскеніңізге мыңда бір алғысымды айтамын сізге. Енді әңгіменің әлқиссасы өзіңіздің туып өскен жеріңіз, балалық шағыңыз туралы айтып өтсеңіз. Рахмет. Әрине, әр күнге де туған жері әр уақытта қымбат. Сондықтан мен үшін де өзім туып өскен сонау Батыс Қазақстан облысындағы Ақжайықтың жағасында Теректі деген аудан бар, қазір кезінде Чапаев болып аталған. Сол Теректі ауданның кішкентай ғана жайықтың қырында шағын ғана ауыл Майшынқор деген. Мен сонда 1948 жылы дүниеге келдім. Ақ борандатып, қарашаның аяғында, желтоқсанның басында. Содан әкемді жұмыс бабыменен шалқар балық цехына жұмысқа жіберді. Байланыс бөлімінің бастығы қылып. Әрине бұл өмірде әкенің ізімен дейді ғой. Әкенің ізімен. Сондықтан адам баласы түсіне білмейтін бір Алла тағаланың тылсым бір күші бар ғой. 1955 жылы мен 7 жасында әкем Қарағанды қаласына келіп, сол қазір пошта дейміз ғой, байланыс бөлімдерінің бастығын ауылдық жерлердің сапқыздарын дайындайтын осында курс болған 6 айлық. Әкем сонда келіп оқыған. Сонда әрдайым айтып отыратын Қарағандыны. Ұнаған ғой Қарағанды. Қарағанды бір жағынан адамдар ұнаған ғой. Сондықтан сол тағдырды жазу, мен Қарағандыға жұмысқа келдім. Менің осы өнерге келуіме бірден бір себеп болған. Әрине, бала кезде қиялдайсың ғой. Ол кезде индийский фильм дейміз ғой, қалмаймыз ғой. Сол Индия фильмін көріп келгеннен кейін үйге келіп, мен мамаммен балалар бәріміз шай ішіп жатқан кезде жаңағы сол сейдекім сандықтың үстіне жүгіріп шығып мечали білесің ғой келсең. Чаплиннің фильмдерін көрген кезде соны қиялдап сол бәрі салады екен. Содан менің бірінші көрерменім де менің осы өнерге қиялымды қытықтап оятқан анам жарықтық. Ол кісі әрине 11 бала тапқан көп балалы ана ғой, бірақ өнерге ешқандай қатысы жоқ. Бірақ жаңа бала тәрбиесінде өзінің балаларының қандай жолға түсуінен көп көңіл бөлген адамдардың бірі. Әкем де шешем де. Өйткені екеуі де жалғыз болдық та, екеуі туған туысқандар жоқ. Сондықтан біздерді тәрбиені бізге берді. 8-іміз тірі болдық. Қазір 8-імізден жайлап үлкен апам кетті, 7-іміз қалдық. Құдайға шүкір, жолымды қайсемде қол аяғым жүріп тұрған кезде 50 жылына 1-2 рет барып қайтам. Өткен жасы үлкейген сайын сағынады екенсің. Әрине, туған жер бәрібір тартады ғой. Сол анам жарықтық көршілерге қонақтықта отырғанда бәріне мақтанады екен. Менің балам әртіс болады, өсіп салады деп. Үйге қонақтар келді, қансаш, Ражи Капур қайтеді, Чаплин қайтып жүреді деп, мен сол бәрі істейтінмін. Келесі сұрағым енді аға, Алматы театрын студиясын бітіріп келген балаң актерді Қарағанды қалай қабылдады? Жатырқаған жоқ па? Менің бағым Қарағанды театрына келгенім. Әйтпесе бітірер кезде режиссерлер келеді ғой, дипломдық спектакльді көруге. Сонда ол кезде Гурьев дейміз ғой, Махамбет театры. Олар шақырды, қатты шақырдылар. Елің батыс ауылға жақынсың, жүрір бізге деп. Одан кейін Шымкент театры шақырды. Және сол жыл біздің бітірген
біздің курстың балалары Жетісайға барып, Жетісай театрын ашты. 68 жыл барып, Жетісай театрын ашқан біздің 8 талантты балдарымыз. Мен сонда да шақырды. Сосын өзімен жақсы жолдастарым болды, Семейге жүр, Абай театрына барамыз деп. Бірақ та мен Қарағандыға таңдауым түсті. Қарағанды театрына келген менің бір Алланың берген бағы. Мені өте жақсы қарсы алды. Біздер Мейрамхан Қожақов деген Қостанайдың жігіті бар, ол кезде Торғай облысы жоқ қой, Амангелді ауданынан келіп, сол екеуміз келдік. Ол 2 жыл істеді, еліне кетіп қалды. Елінде театр ашылды ғой Торғайда. Мен осында қалдым. Ал ол кездегі театрдың алғашқы шаңырағын көтерген Қазақстанның халық артисі Шашкина, Мұзбек Абдыкариев, Ағдарбек Абраев, сол кездегі директор, әрі Зейнулла Қаппарович, Жақып, Торша Жабаев, Анвар Шаймерденов, Қайлекен Әлімбаевалар қандай еді. Өмірзақ Асылбековтер. Сол кісілер құшақ жайып қарсы алды ғой. Керемет қарсы алды. Неге? Өйткені мен бойым кішкентай ғой. Олар баланы ойнайтын актер жоқ екен. Қыздар ойнайтын. Шәміл Жүнісбек ол ұзын мен келгенде қуанды ғой, рөлдің бәрін берді. Және ол кездегі репертуарда балалардың рөлдері өте көп болады. Және классикалық шығармаларда да көп болады. Мысалы, Еңір Кебектің Шапалы. Ал менің тұсауымды кескен қырғыз драматургы Жакиевтің Ұлы Отан соғысы туралы жазылған пьесасы Әке тағдыры. Сонда Жеңісбек деген баланы өндірді. 69 жылы Мұхтар Мағауиннің Әйел махаббаты деген повесть шықты. Әңгіме ғой. 5-6 беттік. Жұлдыздан. Соны жазда 3 ай гастрольде жүріп не істеймін? Асия Абылайбекіміз кітапханадан шықпайтынбыз. Жаңа газеттерді оқимыз, содан жаңа кітаптар оқимыз. Жарысып оқитынбыз. Содан жаңаға жұлдыз журналын Әйел махаббатына төлеген. Махаббатына не болмай композитор болашақ. Жынданып кетеді ғой, ауыр қайтыс болады. Сүйген қызы жаңа сол дәрігер болады. Сол көріп сонда және қатты екеуін бір сүйеді, бірақ қосыла алмай қалады. Неше түрлі нелер болады. Ол кезде ақша жоқ көп. Кейбіреулер келіп ақшамен ресторанға алып кетеді қыздар. Ал мынау шығарып солға барады. Жақсы ертең кездесеміз деп кетіп қалады. Сонда керемет ойнағым бар. Сол журналды әлі күнге дейін сақтап жүрмін. Күттім, ешкім жазбады. Енді бір 20 жыл істегеннен кейін театр директоры болып тұрған кезде өзім жастар үшін жаздым Әйел махаббаты. Алғашқы пьесалардың бірі. Өте бір 15 жылда жүрді. Рамазанбай Мұхаммед керемет ойнады. Нұржібек пенен Махмұд ойнады. Жақсы. Сонда мен ол қайда шықты? Нұрмұхан ағадан жаңа көргенім, тәрбие ғой, үйренгенім. Кейіпкер іздеп отырамын. Енді жаңа ойнағым келді дейсіз, енді 50 жылда көптеген рөлдер ойнадыңыз. Тағы да осы рөлді ойнасам екен деген қандай рөл болды? Әрине, әдемі сұрақ. Шындығында да бұл актер деген шында да ашқарақ болу керек. Енді менің де қазір ойнағым келген рөлдерім болды. Бірақ та оны ойнай алмай қалдым. Бірақ та рөлден бір актер ойласа мен де ойнасым. Әлем классикында Шекспирдің атақты Макбетінде Макдуф, Малкольмді ойнадым. Король Лирінде Король Лирді ойнадым. Бұл менің шын мәнінде биік бір белесім. Рөлдерім ішінде шын мәнінде Қазақстанда не көп тау көп қой. Алатаудай. Ерекше. Хан тәңіріндей ондайлар жоқ қой. Баянауыл бар, қандай тамаша. Қарқаралымыз бар, Қызыларай бар, қандай тамаша. Оның өзі де әрі жеті жоқ қой. Сол сияқты менің рөлдерімде. Ал енді соның ішінде 100-ден артық рөл ойнадым. Соның ішінде сыншыларда, өзімде, көрерменде жылы қабылдаған 10-15 рөл бар. Оны мақтанып та айтамын.
және мақтанып айтатындар да көп. Ал енді соншама жүзіне рөл ойнап, кеңес әлі де рөл ойнай алмадым деп тоймайды екен дейтіндер болса, айта берсін, бірақ айтайын. Қазіргі кезде, мысалы, енді орыстарда мақал бар ғой, кто не хочет играть Гамлета дейді. Жас кезінде, мысалы, қозында, айтылған түнде ақ жігітті де бәрінде ойнадық қой. Жас герой любовник дейді ғой, олардың бәрі. Ықыласты ойнады, мысалы, қандай керемет рөл. Біз Қарағанды туралы Сапарева айтып жазған Алматты керемет резонанс үлкен. Мен бірінші таныстырған рөлдер Алматты сол рөлдер ғой. Ақ жігіт екеуі. Сонда мысалы замандастарымнан да апырма ойнасам деген рөлдерім болды. Қазіргі кезде мысалы Еңлік Кебектегі Жапалды ойнадым, Көбейді ойнадым. Енді мысалы Абызды ойнағым келеді. Абыз деген кемеңгер ғой, ұлы даланың. Мысалы, және Абыздың сөздері Ұлы Мұхаңның ұлылығы сол ғой. Сол қаншама жыл бұрын жазылды, қаншама ғасыр бұрын бұл оқиға болды. Соның бүгінгі күнмен астасып жатыр ғой. Одан кейін де мысалы аудармадан Чеховтың Дядя Ваня деген керемет. Сонда Дядя Ваняны ойлағым келеді. Қашап қой. Қаншама жасқа келсе ғашықтық қандай, жазушылық қандай керемет қасиет бар. Мен тек қана сен деп үміттеніп жүріп, жазушылықты да жазбай қояды ғой. Тек анағынан арна орнап. Әйтпесе жақсы жазушы болып қойды. Қандай өкінеді. Бармақтысы. Қашап тұрғыдар ғой. Бүгінгі күннің адамдар ғой. Бүгінгі күні бірақ тек жолмен жүреді ғой. Жан-жақтылықтығы жоқ. Сондықтан енді ойлағым келетін рөлдерім көп. Және драматург шығармаларда бар. Мысалы, бүгінгі күннің жазылған шығармаларында да, мысалы, Дулат Исабековтен де ойнағым келеді. Кімнен Оралхан Бөкейдің Құлы менің де қазір кезінде жанды ойнадым ғой. Енді қазір бос аяқты ойнағым келеді. Ой, шіркін нағыз шылықшы ғой. Даланың кәдімгі былайша айтқанда корольдары ғой, аттың үстінде жүрген. Сирттің аттары емес, даланың ауыздығымен алысқан. Міне, сондай мінездер керек қазір. Қазір жағдайда. Сосын соларды қоюымыз керек. Рахмет. Енді театрға оралайық. Сіздің жана театрда, Сәкен Сейфуллин атындағы театрда директор болғаныңызды білеміз. Енді сол Сәкен театр үшін актер Жұмабеков мықты ма, жоқ директор Жұмабеков мықты ма? Әдемі сұрақ, әдемі сұрақ. Шындығында да мен алдыменен мамандық жағынан болсын, қай жағынан болсын, мен алдыменен актермын. Актер болған еген актерлік арқылы өсіп келіп, және тек қана рөлдерді ғана ойнап қана қоймай, театр саласының жан-жақтылығын біліп, мысалы экономикасы бар, мысалы сурет жағы бар, жұмыстар көп қой театрдың. Солардың бәрін кең түрде түсінгеннен кейін, біледі-ау дегеннен кейін мен директорлық қойды. Әлі директор болғанын өкінбеймін. Өйткені Қарағанды сияқты мынау ұлттық руханиятта өзіндік үлкен орны бар театрда директор болу. Бұл жақсы бір сенім, өзің азаматтық позицияңды тек қана біреудің жазған рөлдер арқылы емес, соған өз ойыңды қосып, мынада тікелей өзің көзқарасың менен саясатты қолдай отыра. Бірақ тек қана саясаттың ноқтасына киіп алып, соң арты ері жүру емес. Кей уақыт ауыздығымен алысып, бір қырын тартып, өз жолыма түсем деп. Ол нағыз керек дүние. Мен директор болған кезінде, мысалы, өзімнің позициямды, өнердегі позициямды, адами қасиет бәрінде сақтадым. Дұрыс, рахмет. Енді драматург ретінде қаламыңыздан туындаған замана неткен тарихың, Қазбекби, Адасқандар атты қойылымдарыңыз өте сәтті шыққан, оны халықта жылы қабылдады. Енді алдағы жоспарыңыз?
Әрине, бұл актер Кеңес Жұмабеков жұмысында болды директор деген, бұл драматургияға неге атсалысты деген бір-екі сөзді естідім. Анау мынау емес. Ғалым докторлары филологияның солардың естідім. Оларға айтарым, мысалы, Қазбек 350 жылдан асты. Мен Оралдықпын. Оралдан келгенде 50 шақты жыл болды. Ал 300 жыл бұрын қайда қалды жазса? Егер Қазбекті жазбаса, Қазбекті сахнаға шығарып дәріптемесек, ұрпағымызды тәрбиелемесек, оны кім біледі? Қазбек туралы шын айтқан кезде бір-екі ғана роман бар. Бұл романның жүгін арқалайтын әр салымен жазса сондай емес пе? Мен содан кейін күйіп кеттім. Неге осындай ұлы кемеңгерлер, ұлы даланың кемеңгерлер, неге сахнада жоқ? Сосын жазсын, рас. Көмекей әулие етіп, мысалы, Бұқар Жырау баба туралы да жазсын. Академик Жұрынов, академик есімдер келіп спектакль көріп мақтап кетті ғой. Мынандай шығарманы, мынандай нені қалай алғансыз деп. Қазақтың неге көп уақыт мына жақтан Қытайлардың, мына жақтан орыстардың қол астында болды. Басып бірікпей кетіпті. Соны мен Москвада болған кезде кітапханадан таптым. Бірақ ол оригиналды емес, тек қана жазған. Сол осындай жазған 1882 жылы деп жазған осындай 1700 жылы. Сонда қазақтың басын біріктірмеу керек деп, ру-руға бөліп тастау керек деп. Неге бізде хандығымыздың сұлтандар билеп кетті? Сол позиция, сондықтан да. Соны мен тауып алдым, және сол Бұқар Жырау бабамның аузына салдым. Неге? Бұл жақтан келіп, оның бәрі жерге таластан шықты ғой. Алтайдан уақтарды қырды, қасында тұрған Найман, мына жақтағы тұрған арғындар көмекке барған жоқ. Оларды құсып алды да, үндемейді, біраздан кейін келіп Наймандарды шапты. Өмір бақи Наймандар соғысып Жетісуға дейін келді ғой. Жетісуда. Анау Алтайдан Жетісуда қалып қойғандар солар ғой. Олар кетті. Енді екеуін қырыстып келген кезде қонтайшылар мынау аягөзінде жан шықпап арғындарға ауысады ғой. Сол уақытта арғындар кіргізбеді ғой. Кіргізбеді. Біздің жеріміз тасыға жер. Біз қайда барамыз? Сонда Бұқар Жырау ертең сені де шабады, көмектеспесең. Абылайға айтты ғой. Біріктір бұл қазақты. Айтпаса ертең осылай іріп бір-бірден алады да жоқ боламыз. Содан кейін барып Абылай бәрін біріктіріп, бүткіл қазақтың бәрін біріктіріп, сөйтіп қазіргі территориямыз алып қалған сол бабаларымыз. Міне, бұл деген кемеңгерлік, бұл әлемге не ғой. Қазіргі ұрпағымызға бірлік керек қой деді, сондықтан керек. Сондықтан да мен жаздым. Ал соны жаңа Жұрынов есімде түсін қайдан алдым деді ғой. Мен Москвада библиотекада болған кезде Современник деген журналдың бұрын шыққандар соның нелерін қазір орыстар масқара ғой. Солар печать етіп қайтадан өңдеп, сол журнал мынандай жазылды. Содан оқып бердім. Ал мен оны алып келгеннен кейін түсіріп, ол кезде қазіргі телефон жоқ қой, түсіріп алатын. Көшіп біразын алып алдым, келіп Ашырбек Сығай, қазақтың нағыз керемет сыншысы. Соған кеңес, мынау пьеса, давай маған да бер, өзім де жазып. Содан мен жазуға кірістім. Жазбасқа болмайды. Егер бүгінгі таңдағы біздің ұрпақ жазып қалдырмаса, Ресейдегі бүткіл архивтен қазақтар туралы мынандай тұғы қалмайды. Сізде кешегі қойылым мен бүгінгі қойылымды салыстыру мүмкіндігі бар. Әңгімені осы жерден әрі қарай өрбітсек, қойылым туралы. Жақсы сұрақ. Қойылым бұл осыдан 95 жыл бұрын бір ғасыр болып қалды ғой. Сол уақытта қойылған спектакльдерменен қазіргі қойылымды ешбір салыстыруға болмайды. Ол кездегі драматургияның өзі жазылған. Ол кездегі қойылған қойылымда да этнографиялық
арттыруда өте көп. Салт дәстүрді, әнді, биді соны көп уақыстайды. Қойылымдар өз соған икемдейді ғой. Икемдейді. Ал бүгінгі күнде сол ұлттық салт дәстүр сақтай отыра, бүгінгі заманға келтіреміз деп ойлылық басын, айтар ой басын. Сонда да қазіргі кезде көптеген режиссерлар, мысалы, Мұқаңның ұлы шығармаларын жөндей тұтып, 1 сағат 10 минутқа сыйыстырады. Ал Мұқаңның басқа әлем драматургтарынан артықшылығы не? Бұл қазақтың сөз байлығы. Қазақтың сөз байлығы. Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына байланысты кезінде 90 жылдық бол, 100 жылдық болсын, мен сценарийлер жазып дала сахнасына қойып жүрдік. Қарқаралыда 9 жерінде республика көшесінде қойдық қой. Сол қазір оқып жүрмін, сол кезде енді 25 жыл қайтыс болды ғой. Сол кезде жазушылар одағында басшыларменен кім айтысқан дейді. Қасым Аманжоловтың өзі несі? Не депсіз ғой? Сіздер неге аударуға күштасыздар? Аудару атақтарын шығаруға жақсы шығар. Сосын ақша алуға жақсы шығар. Бірақ рухани жағына көп ұтыласыздар ғой дейді. Айтыңызшы дейді. Ұлы Мұқаңның кеден болды, кедергі неден болды деген сөзін қалай аларсыз? Болмаса, саптаяққа ас құйып, сабынан қарайтын болсаң, мен билікті айтпаймын дейді. Ал сол шешендік сөздерді қалай аларсыз дейді. Жалпылама аударуға болмайды оны дейді. Рас қой. Сондықтан көп жағдайда аудармалардан сол заманның дәстүр салтын білесің, сол адамдардың мінездерін білесің, бірақ нағыз сөзінің қасиетін білмейсің, сезбейсің. Өйткені жалпы аударады ғой. Сондықтан да мен әрине аудармалардан көп оқыдым. Жасымын Драйзерді де, Бальзакты да, Мапассанды да сүйіп оқыдым. Қазір кеуақта Джек Лондонның ағасуын оқпайым, ішінде кішкене бүгінгі заманға келетіндер бар. Сол кездің өзі жақсы дүниелер көп. Енді кімдерді орыстардың онсызда қараймын, ал орыстардың ішінде мен ең жақсы көретін Куприн. Нағыз ешқандай қоспасыз орыс халқының деревнясын, табиғатын, адамдардың арағатын қашап суреттейді ғой. Иттіктерді керемет қорқпайды. Лесков мысалы, орыстың деревнясын, трагедиясын, өзінің махаббатшын қаншалық әкесін де өлтіреді, баланы да өлтіреді, көріп қойды деп көргізбеді. Ол кездегілер ашық жазды ғой. Қазір өтірік жазады ғой қазір. Біз қазақтарда да көп. Қазір қазақтың кітабын көп оқып білмейтін, тек қана жақсылық жақсы жазады, жамандық жоқ сияқты бізде. Жамандық неге көйіп барады? Сол жамандықты көзіне түсіп айтпағаннан кейін көйіп барады, түсінбейтінін білмеймін. Енді келесі сұрағымды қояйын. Өнер адамдарының арасында халыққа жақын тұлғалар бар. Сонымен қатар қанша жерден кәсібимін деп кеуде қаққанмен халыққа жоғымы жоқ өнер адамдары да бар. Өнерпаз ретінде өзіңізді халыққа жақынмын деп ойлайсыз ба? Шындыда ұялмай-ақ айтам, және бар даусыммен айтам. Мен халыққа жақынмын. Өйткені менің тәрбием солай. Мүмкін бұл мамандықта болмай, басқа мамандықта болса да, мен бәрі халықпен бірге болар едім. Ал менің көп адам түсінбейтін, және түсіндіруге тырыспайтын бір мінезім бар. Халықтың алдына шыққан кезде, айтамын да тек қана сол мәселе бойынша айтамын. Кейбіреулер шығыңдар, бұл үкіметке осылай, кім шығады оған? Егер де нағыз бастаушысы болмаса. Сондықтан да мен екінші планда, үшінші планда қалып қоятын себебім сол. Мен мысалы ұнатпаймын оны. Құр айқайды, жалаң сөзін ұнатпаймын. Үнсіз, мінекей, коронавирус басталғалы 2 жылдан асты ғой. 7 кітап, 50 есімдер деген ешкімде жоқ. Тек қана
менің ғана нем бойынша 3 құяңды шығарады. Мен заказым дейді ғой, менің тапсырысым бойынша. Жету. Және де мен Қазақстан туралы жазбаймын. Өзім жақсы білетін, өз облысымдағыларды жазамын. Театрдан мысалы Рамазан досым, Армала Кенжебалиевна, мені осы директорлық алғашқы сайрап Ленин рөліне, сен бар Москваға, сен келесіне Махат Аружанович туралы мінекей. Мұны өмірде әлі күнге дейін жолбасшым, ақылшым, тәрбиелішім Армала Кенжебалиев туралы шығардым. Өзім театрда тек қана Қарағанды облысының емес, шын мәнінде республика театр саласының, кино саласының ірі қайраткері Қайрат Кемалов туралы шығардым әйелі. Театрымыздың Шайза туралы жаздым. Бұның бәрі неге? Білсін, Қарағанды театры, Қарағанды өнері, мәдениет білуге тұратын, мойындауға болатығын және үйренетін үлкен орта. Соны айтпасақ кім біледі? Сондықтан да қазір осы қолға зейнеткерлікке шыққаннан кейін ойнайтын рөлдерім бар, ойнап беремін де, бұрынғыдай басым аяғына дейін көп рөлдерім жоқ қой. Сондықтан өзімнің театрыма, өзімнің өнеріме, Қарағандының мәдениетіне бір пайдам дейсін деп өстіп шығарып. Қазір 7-ші кітап, мінекей қазір әлі көрген жоқ. Өлді деуге бола ма? Коронавирустың салдарынан театрымыздың директоры өте тамаша, керемет азамат, өте шын мәнінде үлкен ұйымдастырушы, тамаша актер Сансызбай Бекболат қайтыс болды. Одан кейін араға 10 күн салып, тамаша актер, Абай рөлін ойнаған үшін Абайдың 125 жылдығында сол не алған Абай атындағы күміс медальді алған Абай ойнап фестивальда Сламбек Жұмағали деген тамаша актеріміз соңғы кезде режиссураға бет алып керемет спектакльдер қойған. Осы екеуі туралы жаздым. Неге? Ұмытып қалмасын. Мен тек жазам, ал одан кейін зерттеушілер осыдан алып отырып, басқа газеттер жазғандар ғой. Соны алсын. Мұндағы көптеген достарының, әріптестерінің басқа театрлардан жазған естеліктері, қандай азамат ретінде, қандай өнерде орны бар, соның бәрін тамаша көрсеткен, жазып берген. Солардың бәрін жазғызып алып, осындай кітапты шығарып амандық болса, осы бір жұма бұрын соңын кестік. Енді таратам. Шын мәнде де өнер адам болсам да, өнер адамы, қай саланың адам болсын, еш уақытта халқынан бөлінуге, халықменен бірге болмаса, оны бештейін. Алдыменен мен халқыма не істеймін, не жақсылық жасаймын, не көмек бере аламын деп сұрақ қою керек, содан кейін барып өсуді ойлау керек. Басы болғысы келеді, бірақ халыққа не істейсің десе, ештеңе айта алмайды. Ештеңе айта алмайды. Рахмет. Енді осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде қазіргі қоғам, саясат туралы айтарыңыз. Әрине, өнер адамы болсын, шығармашылық топтың қай-қайсысы болсын, еш уақытта да саясаттан тыс қала алмайды. Және қалуға қақысы жоқ. Ол ондайша бір ара болып қалады. Өзімен өзі ғана. Сондықтан да міндетті түрде қай қоғамда болсын, анау ақырым заманнан бері болсын, жырауларымыз, ақындарымыз саясатқа араласты. Хандыққа хан дұрыс болмады ма, кемшілігін айтты. Саясат па? Саясат. Дұрыс жолға түспей жатты ма? Айтты. Бір-бірімен жауласып жатқанда соған ара түспеген бетін ашып айтты ма? Айтты. Сол арқылы қоғам үлкейді, мемлекет болды, халық болды. Енді осыны ұстап тұру үшін бүгінгі таңда өнердің де, мәдениеттің де, әсіресе мынау шығармашылық топтардың орны ерекше. Әрине, бірақ та сол мен саясатқа араласам деп, бірақ партияның ноқтасын киіп алып, тек қана соның
артынан еріп отырып, соның айтқанын істеп, өзінің сөзің жоқ. Тек қана соны насихаттап, ода жазып, мақтай беру, бұл да шектен шығу. Өте дұрыс емес. Ноқтаменен кидің бе? Еріп барасың ба? Дұрыс жол емес пе? Болқын. Жоқ, мен жүрмеймін. Менің жолым бұл емес. Халқым анда халық, ал мен қайда кетіп баратырмын? Деу керек қой. Жастар көп. Өте көп. Шын мәнінде театрдың болашағын сүйрейтін жастар бар. Мағжан айтпақшы, мен жастарға сенемін деп. Мен қазір өзімде 53 жүрсем, мен қазір жастарға сенемін. Соңғы спектакльдер көріп, соңғы репертуарларды көріп, және актерларды көріп, сан салады бір-біріне ұқсамайды. Міне, сол жақсы. Енді әттең тек бір жақсы режиссер керек. Маған спектакль қояды. Директор бар, жас актерлер бар, труппалар бар, енді үлкен бар, орта буын бар, жас буын бар. Ұрпақта сабақтастығы жатыр. Біз ағалардан алғанымызды ортаға үйреткен орталар аналарға үйретіп жатыр. Міне қуанарлық жағдай. Сондықтан да театр әлі талай өлдейді. Бүгінгі заманның ортасынан тағы да бұрынғы осылай жарып шығатын. Қазір академик театр алдық, ал академиялық деген атақ үлкен жүк берді. Сондықтан театрда өнерге сүйретілгендер болмау керек. Тек қана өнерді сүйрейтіндер қалу керек. Оған да келеміз. Жылдың аяғы болсын, қазір қарап жатырмыз, нетіп жатырмыз, көркемдік кеңесі қайтадан құрып алып тұр екен. Сен жақсысың, әдемісің, көзің де жақсы, мінезің де жақсы, бірақ талантың аз қараған. Ренжімеші, мына жұмысқа баршы. Өйткені өзсіз болмайды. Сөйтіп жатырмыз, жайлап сөйтеміз. Сондықтан да театрда кездескенше, біріншіден, екіншіден сіздерге көптен көп рахмет. Осындай қиын уақыт болса да, осындай кездесуге шақырғандарыңызға. Қолтаңбаңыз қалдырып, өзіңіз жаңа кітап сыйлайым деп отырдыңыз ғой. Ескерткіш ретінде қолтаңбаңыз жазып берсеңіз. Рахмет. Абай атындағы облыстық балалар кітапханасының ұжымына ұлағатты кездесу ұйымдастырғаны үшін және жас оқырмандарды рухани жағынан байытып жүрген айтулы жұмыстарына ризашылық пейілмен шын жүректен. Рахмет сізге. Сізге рахмет. Аға, енді орамал тон болмайды, жол болады дейді. Біздің кітапханамыз, өзіңіз білесіз, Абай атындағы кітапхана. Сол сізге сыйлығымыз Абайдың былтыр 175 жылдық мерейтойына арналған басылып шыққан кітап. Рахмет. Аха. Енді сізге тағы да алғыс айтамын. Уақытыңызды бөліп келгеніңізге, әсерлі әңгімеңізге көп рахмет. Сіздің жазарыңыз, айтарыңыз таусылмасын. Сізге Алла күш қуат берсін. Ұзақ ғұмыр жасаңыз. Аман болыңыз. Рахмет.